Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай баялды мен кәдеден жасалған тіске басар дайындайтын боламыз. Бізге ол үшін баялды және кәді керек. Қазір екеуін 1 см болатындай етіп дөңгелектеп турайтын боламыз. Бізде кәді алып қоямыз, ал баялдыны тұзды суға салып қоямыз. Себебі қуырғаннан кейін ашқылтым дәмі шығып тұрмас үшін. Енді біздің баялдымыз суда тұрды, шамамен 20 минуттай тұрды. Енді оны суынан кептіріп алуымыз керек. Ол үшін осылай қағаз сүлгілерді ыдысымыздың үстіне қойып аламыз. Немесе мата сүлгілеріңізді де қойсаңыздар болады. Барлығын осылай қойып шығамыз. Мына біздің баялдыларымыз кебуі керек. Енді қызанақтарымызды дайындаймыз. Қызанақтарымызды дөңгелектеп турайтын боламыз. Барлық заттарымызды дайындадық. Енді қазір кәдіміз бен баялдымызды жұмыртқамен аунатып қуыратын боламыз. Бірінші жұмыртқаларымызды жарып, араластырып аламыз. Қызып тұрған майымызға баялдыларымызды екі жағын аунатып қуырып аламыз қызарғанша. Баялдыларымызды қуырып алдық. Енді кәділерімізді де дәл солай қуырып аламыз. Барлық заттарымызды қуырдық, турадық. Енді ортасына жағатын бізде сметана және мен майонез жағатын болам. Ал сметанды үстіне сарымсақ қосатын боламыз. Оны үккіштен өткіземіз.
Енді барлығын жинайтын боламыз. Осылай жып-жыбымен алып қоямыз. Üstüne соусымызды жағамыз. Қызанақ қоямыз. Кішкене тұз сеуіп жіберсеңіздер болады. Және дайындап қойған жаңағы екіншісін үстіне осылай қойып шығамыз. Мінекей барлығын осылай дайындап шығатын боламыз. Мінекей бізде осындай тіске басар шықты. Өте дәмді. Жасап көріңіздер. Ас болсын.